Айымғы Мысырда бір әпсана бар еді. Фираунлардың қабірін ашқан адам қорқынышлы нәлетке душар болады. 1922 жылы археолог Говард Картер һәм оның жамааты Тутанхамон қабірін ашты. Бұл бүткіл дүния үшін ең үлкен ашылу еді. Бірақ арадан көп өтпей-ақ қызық уақиялар жүз бере бастады. Экспедицияны қаржыландырған лорд Карнарвон қабір ашылғанынан бары жоғы 5 ай өткеннен кейін сырлы кеселдіктен қайтыс болды. Кейін ала және бірнеше адам да әжептәуір түрде өмірден көз жұмды. Сол уақытта баспасөз бұны Фираун нәлеті деп атай бастады. Ақиқатында да айымғы жазуларда сондай ескертулер бар еді. Кім бұл мұқаддес қабірлерге қол тигізсе, өлім оны күтіп алады. Бірақ заманауи алымлар бұл уақияны басқаша түсіндіреді. Олардың пікірінше, қабір ішіндегі замарық һәм бактериялар адамларды зәһәрлеп, кеселдікке алып келген. Жұмақ, нәлет бар ма, жоқ па, бұл елі де тартыслы мәселе. Бірақ бір нәрсе анық, айымғы мысырлылар өз хүкімдарларын әсірлер дауамында қорғауды білген. Сізге осыған ұқсас мағлұматлар қызық болса, Айдың каналына ағза болың.